Міне, Аллаға шүкір, құрметті мұхтарам жамағат. Аллаға сансыз шүкір, сансыз мақтаулар мен мадақтар бүгін айтылатын күн. Өйткені Алла Тағала бізге осы бір қасиетті биылғы Рамазан айының ішінде құлшылық етуді бұйырды бізге иншалла. Біз міне сол Алланың берген нығметімен әр қайсымыз өзіміздің дәрежемізде құлшылық етіп жатырмыз. Енді міне сол құлшылықтардың ішінде, қасиетті Рамазан айының ішінде бір қасиетті күн бар. Және қасиетті түн бар. Оның күні де түні де қасиетті. Сол бір қасиетті түндердің бірі ол Қадыр түні. Бұл Қадыр түні адамның бір жылдық ырыздығы мен бір жылдық тағдыры шешілетін уақыт. Қазір біз әр қайсымыз ішімізден не ниеттеп бердік? Қазір ішкі жан дүниелерімізді сыртқа шығаратын болсақ, әр қайсы иншалла осы алдағы жылда жақсы белестерге жеткісі келетін ақиқат. Бүгінгі күні Құдай қаласа жақсылап Алладан не сұрайды? Алладан отбасының аманшылығын сұрайды. Алладан не сұрайды? Ұрпақтарының иманды болуын сұрайды. Алладан не сұрайды? Ата-анасының диніне саулық сұрайды. Кәсібінің берекетін сұрайды. Ырыздығының молаюын сұрайды. Ауырып жатқан жандар болса, Алладан оған шипа беруін сұрайды. Бірақ біздің сұрауымыз бойынша біздің өміріміз өтпейді. Алланың беруі бойынша барлық нәрсе болады. Біз бірақ сұраудан жалықпауымыз керек еш уақытта. Біздің міндетіміз тек сұрау. Алладан ешқандай жалықпай, бүгінгі күнде қолымыздан келгенше Алланың алдында тірі екенімізді көрсетіп дұға тілеу. Ал беруші ол Алла. Алла қаласа, осы жылда біздің сұрағандарымыздың 100% Алланың алдында құлшылық етіп дұға тілейтін болсан, Аллаху Тағала соның 70%-ын ғана беріп, 30%-ын бермейтін болса, онда ол жылға бермеген нәрсе бізге қайырсыз деген сөз. Алла Тағала алдағы жылдарда ол нәрсені иншалла қайырлы етіп қою мүмкін. Сондықтан да біз қасиетті бүгінгі түнде иншалла көп дұғалар тілеуіміз керек. Бұл қасиетті болған Қадыр түні Құранның түсуімен ғана қадірлі. Құранның жер бетіне түсуімен қасиетті Қадыр түні болып бекітілді. Сондықтан да бұл түнде Құрансыз, Құран оқулысыз елестете алу мүмкін емес. Баршаларыңыз иншалла Ықылас сүресін білесіздер, Фатиха сүресін білесіздер, тағы да қосымша қысқа сүрелерді білесіздер. Кез келген дұғаның ортасында осы Құран оқумен дұға тілеуіміз керек иншалла. Өйткені түннің берекеті сол Құранмен байланысты. Енді мен сіздерге шамалы жолды нұсқап кетейін. Не сұрау керек Қадір түнінде? Қандай іспен айналысу керек Қадір түнінде? Жалпы Алла қаласа иншалла құлшылық етуіміз керек. Ал құлшылықтың ішінде кез келген мынандай жақсы істер керек. Ең бірінші, біздің бастап жатқан ісіміз міне Аллаға шүкір құлшылықпен бастау. Қасиетті Рамазан айының бүгінгі күнінің оразасын жамағатпен бірге аузымызды аштырып, сол бір құлшылықпен иншалла бастадық. Аллаху Тағала ең бірінші әр қайсымыздың істеген ісімізге берекет берсін. Оның ішінде міне осындай дастархан жаюға еңбек еткен апаларымызға Алла Тағала өз деңгейінде дәрежесін өсіріп, иншалла отбасыларына аманшылық берсін. Разымыз. Асы қандай дәмді, шайлары қандай, жасалған дастархандары қандай, киіншілік Аллаға шүкір. Міне сондықтан да әр қайсымыз артынан дұға тілеген кезде осы апаларымыздың да еңбегін ұмытпауларыңызды өтінемін. Енді біз не істейміз? Құдай қаласа қазір
Алла қаласа, осы ас тамағымызды ішіп болғаннан кейін тарауығымызды оқимыз. Тарауық намазымызды оқитын боламыз. Құптан намазымызды өткізіп, сүннетін оқып, тарауық намазымызды өткізіп, үтір уәжіп намазымызды жамағатпен өткізіп, Алла қаласа. Болғаннан кейін таң атқанға дейін иншалла әркім жеке өзі үшін құлшылық етеді. Бір деңгей таң намазына шейін уақыт бар, әркім өзінің уақытын тиімді пайдаланады. Бұл уақыт әркімнің өзіне. Қалай пайдалансақ болады? Және қалай пайдаланған бізге икемдірек? Осы уақытта ең бірінші міне қараңыздар. Мынандай дәрежеде пайдалансаңыздар, сіздер уақыттарыңызды құр босқа өткізбейсіздер. Біріншіден, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге мынандай бір хадис айтқан. Білесіздер, пайғамбарымыз пайғамбарлық келгеннен кейін Миғраж оқиғасы болған. Раббымызбен тілдескен, 7 қабат көкке көтерілген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: мен Аллаху тағала көзіме көрсеткен қорқыныштан артық бір қорқынышты көрмеппін дейді. Ол қорқыныш тозақтың оты еді дейді. Бірақ Алла тағала одан шығаратын мүмкіншіліктерді бізге көрсетті. Мен оны үмметіме айтып насихаттасам да, оны тыңдаған үмметтерім ұйықтап жатыр дейді. Бұл түнді айтып жатыр. Оны тыңдаған үмметтерім ұйықтап жатыр дейді. Бұл түн тозақтан құтылатын азат етілуіне мүмкіншілік болған Алладан сұраса, сондай бір түн еді. Және дейді, мен Алла маған көрсеткен жақсылықтардың нығметтерден асқан ондай нығмет көрмеппін дейді. Ол жәннатты айтып жатыр. Ондай нығмет көрмеппін дейді. Бірақ сол нығметке жету жолдарын үмметіммен насихаттап жатсам да, олар ұйықтап жатыр дейді. Бұл түнді айтып жатыр. Бұл түннің ерекшелігін көрдіңіздер ме? Бұл түнде біз Алладан шынайы, өйткені 1 жылдық ырыздық деп тұр, қараңыздар. 1 жылдың ішінде біз тіріміз бе, өмірден өтеміз бе, білмейміз. Өйткені сен ырыздығыңды шешіп аласың. 1 жылдың ішінде Алладан өзіңнің бұл дүниеде жақсылығыңды тілесең, ертең ақыретке барғанда тозақтың отынан құтылуыңды тілесең, ақыретке барғанда жәннат бағына кіруіңді тілесең, міне осы түнді біз бекер өткізбейміз. Бірінші, құлшылық еткен уақытта, құлшылықтың әрбір уақыттарын бөлек-бөлек қойып алыңыздар. 1 сағат құлшылықты, иншалла, сіз өзіңізге арнаңыз. Жеке өзіңізге. Ол құлшылыққа ешкімді қоспаңыз. Жеке өзіңізге. Алладан не керек сізге? Барлығын сұраңыз, иншалла. Жеке басыңыз бар ғой, жеке басыңыз. Барлығын сұраңыз. 1 сағаттың ішінде жылап сұраңыз, отырып сұраңыз, намаз оқып сұраңыз, зікір айтып сұраңыз. Әйтеуір 1 сағат уақытты өзіңізге жеке бөліңіз. Ал қалған уақыттарды шамаңыз келгенше 10 минуттан 20 минуттан қойып, өзіңіздің жұбайыңызға арнаңыз, өзіңіздің әрбір бала шағаларыңызға арнаңыз, әрбір нәрсеге уақыт бөліп қойыңыз. Одан кейін барып, иншалла, отбасыңызда ауырып жатқан кісі болса, оған да 10 минут уақыт қойып қойып, тек соған арнап тұра тілеңіз. Одан кейін бір шаруашылығыңыз болса, оған да бір 5-6 минут қойып қойыңыз, тек сол шаруашылығыңызға тұра тілеңіз. Өйткені адамның миы шатасып қалмау керек. Түсінікті ме? Өйткені адам миы шатасып қалатын болса, ол не тілеген білмей қалады. Барлық нәрсеге бір ырығын кіргізіп жүруге болмайды. Шатастырып жүресің. Жеке-жеке. Одан кейін барып, иншалла, ағайын туған туыстарыңыз, құрсақтас болып өмірге бірге келген қаншама бауырлар бар. Бір жатырда жатқанымен өмірде бастары қосыла алмай жатқан бауырлар бар. Солардың әр қайсына тұға тілеңіз жеке-жеке. 5 минут уақыттарыңызды арнаңыз. Сіздің осы бір құптан намазы кірген уақыттан таң намазы шыққан уақытқа дейінгі аралықта дұға етпей қалған нәрсеңіз болмау керек қой. Түсінікті ме? Нәрсеңіз болмау керек. Әр қайсына уақыт бөліңіздер жеке-жеке. Содан кейін психологияны шаршатып алмаңыздар. 20 минут намаз оқысан, 15 минут зікір айт, 10 минут жаттаған құрандарыңды оқы. Одан кейін барып ауыстырып оқысам, мида шаршамайды. Мысалы, таңертеңнен кешкі уақытқа, құптаннан таңға шейін намаз оқи беретін болса,
құр намаз оқи берсең сен шаршап қаласың. Құр дұға тілей беретін болсаң сен шаршап қаласың. Сондықтан да адам психологиясын шаршатпай, осы нәрселерге уақытты бөліп, арнайы сіз бүгінгі түнде құлшылық ететін болсаңыз, иншалла пайдаланатын болсаңыз, сіз Алланың алдында жетістіктерге жетесіз иншалла. Түсініп тұрсыз ба? Өйткені тағдыр шешіледі. Тағдыр, өзіңнің тағдырыңды шешесің бұл түнде. Міне Аллаху Тағала иншалла осы бір құлшылықтарымызды қолымыздан келген уақытта не істеуіміз керек? Іске асыруымыз керек. Енді мен жалпы мынау нәрсені айтып жатырмын. Оқушыларға айтып жатырмын. Иә? Қазір уақытта, қазіргі құптан намаз оқып алғаннан кейін 20 минут мүмкіншілік бар. Жақсылап дұғаларыңызды Алланың үйінде жасап, одан кейін үйлеріңізге барып ата-аналарыңыздың қасында болыңыздар деген себебі бар. Қараңыздаршы. Біз қазір далаға шығыңыздар, иә? Далаға шығыңыздар. Сөйтіп аспанды қараңыздаршы. Егер аспанда жұлдыз болса, ол сіздерге көздеріңізге көрінеді. Жанып тұрған әрбір жұлдызды, анау жеті қарақшы, анау шолпан деген сияқты, иә? Кез келгенін көресіз. Енді қараңыздар. Алланың періштелері көкте, жер бетінде, әр шаңырақта Алланы зікір етіп отырған, Аллаға құлшылық етіп отырған, Аллаға дұға тілеп отырған, үйін қабірстанға айналдырмай, Алланың құзырында құлшылық етіп отырған шаңырақ періштелерге біз жұлдызды көргендей жарқырап жер бетінде көрініп тұрады. Жарқырап көрініп тұрады. Сондықтан да әр қайсымыз да иншалла өзіміздің үйімізді қабірстанға айналдырып алмауымыз керек. Бұл түнде де үйде отырып иншалла, мынау оқушылар дұға етсеңіздер, үйдегі дұға қабыл болмай қалады деген сөз емес. Алланың құзырында кез келген мекенде дұға етсеңіздер, сөзсіз дұға қабыл болады. Сөзсіз дұға қабыл болады. Ал біздің мешітте дұға етуіміз, ол біз мешіттің жамағаты болғаннан кейін, мешітте қызмет еткеннен кейін, мешітті де қаңыратып алуға болмайды. Әйтпесе біз де өзіміздің шаңырағымызда отбасымызбен отырып құлшылық еткіміз келеді. Сондықтан да иншалла мынау қуып жатыр деген, мынау бізді жақтырмай жатыр осы оқушыларды деген ойда болмаңдар. Сіздер өз үйлеріңізді Алланың алдында сондай жарқыраған күйде жайнатып жүруге сіздерде мүмкіншілік бар оқушылар. Сондықтан да үйде отырып, ата-аналарыңыз үшін, өздеріңіз үшін, иншалла жақсылап дұға тілеп, сол күтсеңіздер болады иншалла. Жақсы ма? Сондықтан да сіздер ренжімеңіздер ешқандай, ешқандай ренжімеңіздер. Міне тағы да айтпағым иншалла. Осы нәрселерді біз қолымыздан келгенше іске асыратын болсақ, Алла Тағала иншалла біздің істеген ісімізге қарай, әрекетімізге қарай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы айтқан хадисте бар ғой, оларға қаншама мүмкіншілік көрсеттім, бірақ олар ұйықтап жатыр дейді да сол түні. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тағы бір хадис бар. Ұйқы ол кіші өлім. Шындық қой. Ұйқы ол кіші өлім. Сондықтан да біз бұл түнде Раббымызға тірі екенімізді дәлелдеуіміз керек. Раббымызға құлшылық етіп, шүкіршілік етіп, берген нығметтеріне Аллаға тәубе етіп, келесі жылға дейінгі басатын амалдарымыз бен қадамдарымызды нақтылап шешіп алатын уақыт. Алла Тағала осы бір ісімізге берекет берсін, осы бір ісімізге қуат берсін. Келесі жылы қасиетті Рамазан айында қолымыздан келгенше бұдан да көркем қылып өткізуге нәсіп етсін. Сабымыздағы адамдар азаймасын, керісінше сабымызға сап қосылып, жамағатымыз көбейсін деген ниетпен аяқтағым келді. Енді рұқсат болса мен бір екі шай ішіп алайын.